мен Ая. Алияға айтшы не істесек екен, а? Білмеймін, Ая. Білмеймін. Ойын ойнасақ қайтеді? Табылған ақыл, ойнайық. Бірақ қандай ойын ойнаймыз? Соқыр теке ойнасақ бекен. Асық ойнайық. Асық, оны кеше ойнадық қой. Ендеше 5 тас ойнайық. Сен 5 тасты жақсы ойнайсың. Тастарды тез жинайсың. Ал мен сүріп ала берем. Таптым. Өзенге тас лақтырып ойнайық. Ой, Шәли, мен сен сияқты тасты алысқа лақтыра алмаймын ғой. Неге? Әй, қарашы, құстар ұшып барады, бізде солар сияқты ұшайықшы. Я, кеттік! Кеттік! Ұшып кетті. Ата, біз бүгін ойнап жүргенде өте биікте ұшатын құс көрдік. Иә, балалар. Кейбір құстар өте биікте ұшады. Әсіресе қырандар. Қырандардың артынан түтін шыға ма, ата? Шықпайды әрине. Онда неге олардың артынан ақ түтін қалды? Әли, Ая, ол құс емес қой, ол ұшақ. Ұшақ? Ұшақ ба? Әлбетте, ұшақтардың да қанаттары бар. Қызық екен. Олар өте биік және жылдам ұшады. Жолаушыларын баратын жеріне тез жеткізіп салады. Ата, бізде ұшаққа мінеміз бе? Әрине, еліміздің үлкен қалаларында әуежайлар бар. Барлық ұшақтар сол әуежайларда ұшып қонады. Ата, біз де ұшаққа мінейікші. Бәріміз ертең ұшайықшы. Енді дәл ертең болмаса да, кейін алыс жаққа сапарға шықсақ, міндетті түрде ұшаққа мінеміз. Басқа уақытта ма? Ата, одан да сіз айтқан алыс жаққа ертең ұшайықшы. Сендер ренжімеңдер, балалар. Қазір тамақтанып алыңдар, ал оған дейін мен бір нәрсені ойластырып қояйын. Әли, Ая, астан алыңдар. Әли, Ая, тамақ ішіп болсаңдар сыртқа шығыңдар. Мен сендерге тосын сый дайындап қойдым. Кеттік, Ая. Қайда? Қайда кеттіңдер? Бұл не, ата? Ата, Бұл әуе шары. Бұған мініп біз көкте құстар сияқты ұша аламыз. Хоп. Әжесі, біз біраз қыдырып келеміз. Жарайды, көп кешікпеңдер. Ал, балалар, мақтап ұстап алыңдар. барамыз, әже. Сау болыңыз, әже. Ұшып барамыз. Ата, бірінші рет осындай биіктен қарап тұрмын. Керемет деген. Абай болыңдар, балақайлар, бастарыңды төмен салбыратпаңдар. Әйтпесе бастарың айналып құлап кетулерің мүмкін. Жарайды, ата. Әуе шарымен бұдан да биікке ұшуға болады, бірақ бүгінге осы да жетер. Жердегінің бәрі кішкентай болып көрінеді. Я, биікке көтеріліп едік, бәрі кішірейіп қалған сияқты, ата, я? Иә, балалар. Біз алыстаған сайын олар кішірейіп барады. Бірақ шындығында олардың көлемі еш өзгермейді. Алияға, әжені қара, кішкентай қарашы. Қане? Әже, әжені қара. Біз сізді көріп тұрмыз. Жолдарың болсын. Аман
аман есен келіңдер. Ата сау, балаларға абай бол. Айдама. Қандай керемет. Қараңдар, көшегім. Ата, көшегімді алайықшы, өтінем, ата. Жарайды, ая, айтқаның болсын. Абай болыңдар. Төмендейміз. Қонамыз ба? Қонамыз. Көшегім, бері келе ғой, көшегім. Келе ғой. Көжек жүгір тез. Көшегім. Көшегім. Ал балалар, ұстап алыңдар, ұшып барамыз. Ұшамыз. Ақтөс. Ата, Ақтөсте бізге мінсе әуе шары бізді көтере ала ма? Әрине көтере алады. Бірақ біз жоғарылап кеттік қой. Енді төмендесек қауіпті болуы мүмкін. Ақтөс үлгереді, ата. Қане, Ақтөс, қаттырақ жүгір. Қане. Жылдамырақ жүгір, Ақтөс, тезірек. Сен жүйрік едің ғой. Болсаңшы енді. Жүретініңді біліп едім. Көшегім, көрдің бе? Қандай керемет. Мынау не, ата? Қара. Ата, қандай сүйкімді жануарлар. Бұлардың бәрі қайдан келген, Көрдің бе, ата? көшегім? Бұл жер хайуанаттар бағы, балам. Хайуанаттар бағы? Иә, мұнда әртүрлі жануарлар бар. Ата, мына жануар қандай үлкен. Иә, балам, ол піл. Көрдіңдер ме? Оның ұзын тұмсығы бар. Ол тұмсығымен азық жинайды, сосын аузына апарады. Суды да тұмсығымен жинап алып барып, аузымен ішеді. Ата, сәл төмен түсейікші. Жақыннан көргім келеді. Иә, мен де көргім келеді. Жарайды, бірақ кішкене ғана. Тым қатты төмендеуге болмайды. Жарайды, ата. О, үлкенін ай, мұндайды бұрын көрмеппін. Иә, Аяқтары не деген жуан. піл құрлықта өмір сүретін ең үлкен жануар балаларым. Олар бір-бірінің дауыстарын өте алыс қашықтықтан ести алады. Қызық. Алақай, жаңбыр жауғызатын күндерді қатты жақсы көрем. Бәрекелді. Сау бол, піл, біз тағы келеміз. Сау бол. Піл өте үлкен екен. Ақтөс. Ал мынау қандай жануар, ата? О, бұл жол бар, Сәли. Жол бар. Ол шыртқышаң. Қорқам. Жолбарыстар өте күшті. Оларға жақындауға болмайды. Қазір ақырын жүргенімен ол жылдам жүгіреді. Және өте биікке секіре алады. Ой, ата, қорқып кетті. Әли, Ата, Али мені қорқытып жатыр. Қатты қорқып кеттім. Әли, балам, қарындасыңды қорқытпа. Жарайды, ата. Ал мыналар маралдар. Олар әрдайым осылай топтанып жүреді. Топ болып жүрсе жыртқышаңдар да оларға жоламайды. Қандай сүйкімді, өздері тағы қатты жүгіреді екен, а? Иә, аятай. Жыртқышаңдардан қашу үшін олар тез жүгірулері керек. Сондықтан маралдар ешқандай қауіп төніп тұрмаса да, жиі жүгіріп тұрады. Ата, мына Иә. жердегі аңның мойны қандай ұзын? Қане? Қане? Ой, аяқтары да өте ұзын екен. Я, Оның аты керік, балалар. Өте сүйкімді және нәзік жануар. Ұзын бойының арқасында олар биікте өсетін жапырақтарды жей алады. Көшегін қарашы. Қандай ұп-ұзын. Хей! керек. Бізге жақындап Қорқпаңдар, балақайлар. Керіктің сендерге еш зияны тимейді. Көжек! Көшегім, сен қайда кеттің? Көшегім! Қызық екен. Біз де солай істейікші, ата. Ата, я сөйтейікші. Жоқ, балақайлар, болмайды. Қабай. Көжек! Сол жерде тұр, қозғалма. Ол жерден сені қазір өзіміз алып кетеміз.
Көжек! Көжегім, ол жаққа барма. Сені жолбарыс жеп қоюы мүмкін. Абайла, көжек, жолбарыс. Қайттин. Ай, көжек! Көжегім. Деген ай. Қайттин, тез қайт, көжегім. Кәне қайттин, кері қайт. Көжегім. Ай, көжек. Мына жаққа қарай, көжек. Иә. Мына жаққа. Иә, әлі дұрыс айтады. Бұлай қарай. Көжегім, жолбарыс Ай, жеп қаш, жіберді. Қаш, Бұлай тез қарай. қаш. Көжегім, қаш, тез, тез. Бәрекелді. Әже, шынымен рас солай болды. Ең бір күн көрдік әже. Бізге су шашты. Ол суды көп ішеді екен. Иә. Жолбарысты да көрдік әже. Менің көжегімді сәл болмағанда жолбарыс жеп қоя жаздады. Ұр дейді. Әрине жолбарыс тез жүгіреді. Бірақ менің көжегім одан да жеңіл екен, яғни.